Сәлем достар, сіздермен бүгінгі видеода мен қазіргі таңда танымал болып жатқан менің сөмкемде не бар деген видеоны түсіретін боламын. Негізі алдыңғы жылдары түсірген болатын, осы жылда түсіремін деп шештім. Алынша лайк басып арнаға тіркеліп кетіңдер, және сіздерге үлкен жаңалығым бар. Оны осы видеодан кейін білетін боласыздар. Ал енді біз бастайық. Жалпы көріп тұрғандарыңыздай, мынау менің сумкам, іші ауыр, қазір ғана мектептен келдім. Мектептен келе салып осы видеоны түсіремін деп шештім. Жалпы менің сумкам ақ түсті, білесіздер, екі сумка бар, бірақ та мен қазір осыны ұстап жүрмін, себебі бізде үлкен сабақтар болып жатыр. Мына сумканы көтеруге даже қолым ауырып кетіп жатыр, но түсіремін. Кеттік. Ашқанда екі замок. Және алдындағы сөзді айтқан болатын, you are my destiny, сен менің тағдырымсың. Сен менің тағдырымсың. Так, ең алдымен ішін ашқан кезде бізде вот ішін ашқан кезде кітаптар шығады. Бізде бүгін болған сабақтар тарих, физика, айтпақшы мен 9 сыныпқа өттім, кстати, география, еще қазақ тілі. Еще ішінде соңғы екі сабақ алгебра, биология. Және дәптерлер бар іштерінде. Кітаптар сумкам жеңіл бұқалап. И келесі мынау екінші кішкентай бетінде тағы новый дәптер. Бір математика, бір жағы керек болып қалады деген ойда. Келесі бізде ол влажный салфетка. Негізі влажный салфетканы мектепте көп көрсете бермеймін. Вот. Потому что сұрайды. Мектепте влажный салфеткалардың болса көп айтқанда барлығы сұрай береді. Бұл лайфхак. Келесі бізде ол пенал. Енді бұл алдыңғы жылы пенал, потому что бұл пенал вообще материал әлі жақсы да. Это уже тыманғали 5 жыл бұрыннан білмейді. Жарайды, бұл жақта фломастерлер, фломастер сатып алған болатын, солар ручка, еще қара ручка, қайшы, клей, қарындаш және өшіргіш. Не қарындаш. Жалпы кәдімгі оқушының пеналы тым айырмашылық жоқ. Мен достар, мына жағы бітті, енді келесі жағына көшейік. Айтпақшы, мына жерде екі қалта бар, вот. Бұл екі қалта тым салмақты. Жарайды, мына жердегі кішкентай қалтасына көшейік. Қазір. Бұл сумка енді біріншіден SPF, қазір күн өте ыстық, сол үшін SPF 60. SPF 60+. Содан кейін наушник. Бұл қазір оралып жатыр, бірақ та мен наушниксіз негізі вообще жүрмеймін. Қай жерге жүрсем мен наушникпен жүремін. Потому что өлең тыңдап барам, өлең тыңдап қайтамын. Келесі вазелин и консилер. Жалпы мына ең кішкентай қалтасы, бұл бізде бойынатын заттар. Бірақ бұлардың бәрін алмаймын. Кейбір кезде ғана жүреді, бірақ бүгін бар екен, ничего. Бірақ мен таңертең мынаны обязательно жинамын, спортты болады. Особо қызғарлық ештеңе жоқ, кәдімгі мектеп оқушының сумкасы. Вот. Достар, менің осымен қысқа нұсқа видеом аяқталды. Бұл видеода сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Back to School екінші бес. Кстати, Back to School'ның жақсы жаңалығының бірі, мен канцелярияны енді түсіретін боламын. Сіздер сұрадыңыздар. Содан кейін сіздерге 440 подписчик болды, мен орнына өте қатты қуаныштымын, рахмет. Ал енді мен Instagram парақшама тіркеліп кетіңіздер. Instagram парақшамда SMM туралы толық айтатын боламын. Айтып та жатырмын. Қазір білмесеңіздер, Instagram парақшада олар біледі. Мен қазір SMM-ні оқып жатырмын, және сіздерге де кеңес беремін, тіркеліп кетіңіздер. Өте пайдалы ақпараттар болады. Осымен все, пока.